Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте күшті тойдың палауындай болатын көпшілікке арналған палаудың рецептімен бөлісемін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші бізде етіміз емес, пиязымыздан бастаймыз. Осылай тамаққа турағандай етіп, ұсақтап турап аламыз. Енді қызып тұрған майда пиязымыздан бастап қуырып бастаймыз. Енді етімізді осындай үлкен кусоктарға бөліп аламыз, және де ұсақ емес, осындай ірі етіп кесеміз. Енді қуырылған пиязымыздың үстіне етімізді саламыз. Еттеріңіз тұздалмаған болса, үстінен тұз салып, жақсылап енді қуырамыз. Алдын ала жуылған сәбізімізді осындай палаудың сәбізінде етіп тураймыз. Енді етімізді қызарғанша қуырамыз. Қуырылған етіміздің үстіне осы дайын болған сәбіздерімізді саламыз. Етіміз дайын, қуырылды. Енді осы қуырылған етіміздің үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салғаннан кейін бетін міндетті түрде жауып қоямыз. Ешқандай су құймаймыз. Өзінің буымен етті әдемі болып пісіп шығады. Енді алдын ала жуылған мейізімізді сәбізіміздің үстіне саламыз. Қалауыңызша салсаңыздар да болады. Енді тағы да қазанымыздың крышкасын жауып, тағы да бұқтырып қоямыз. Мен осы жерде жаңағыдай бүтіндей чеснокты салдым, қалауыңызша. Енді күрішімізді жақсылап тазалап жуып, осы су құймай тұрып, сәбізіміздің үстіне жайғастырамыз. Енді күрішімізді тегістеп шығамыз. Енді күрішіміздің үстінен аздап тұз саламыз. Тұз салды ұмытпаңыздар. Еттеріңіз сіздердің тұздалмаған болса, міндетті түрде тұз салыңыздар. Содан соң барып, үстіне ыстық қайнаған су құямыз. Міндетті түрде қайнаған ыстық су құйыңыздар. Суды көп емес, мөлшерімен күрішіміздің бататындай етіп су құйсаңыздар жеткілікті. Себебі күрішті қайнаған ыстық суға жуғандықтан осылай суды көп құймаған жақсы. Міне біздердің суымыз тартылды. Бетін әрине су құйғаннан кейін жауып қоямыз. Астын қатты отта қайнатамыз суы тартылғанша. Күрішіміздің суы тартылғаннан кейін барып бетін осылай жасайсыздар. Үстіңгі бетін астына қаратып осылай жасап қоясыздар. Енді осыдан кейін крышкасын жауып, тағы 5 минутқа демалдырып қоямыз.
Енді осы қасығымызбен ішінен буы шығатындай етіп кесеміз. Тамағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Ешқандай да күрішіміз езілген жоқ. Әдемі болып, тойдың палауындай болып шықты. Қарап тұрсаңыздар, сіздер де дәл осындай етіп пісіріп көріңіздер. Өте күшті болады. Көпшіліктің тамағы болған екен, ол дәмді болып шығады. Менің видеом ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырсаңыздар, және де тіркелмеген жандар міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің видеомды көріп, соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.